Ашхана тәрезесі түбінде Ақтырлақ білән Сарбай қияш нұрларында жылынып яталар еді. Шулай ятқанда сөз ара сөз шығып, этлерінің тұрмышлары, күн күрішлері турында бек зақ гәпләштіләр. Ақтырына қиялға беріліп, «Ей, достым, bu dünyada сүйішу дуслашудан да татлырақ нәрселер бар мекен? Ике жанның бірләшіп, бір-бірсін ихтирам етуден де көңілі іш бар мекен? Міне біздің арабызда да шундай дуслық болса, біздің ғұмырыбыз нешік рәхат узар еді, күнлерінің нешік өткенін сезмей де қалар едік дейді. Сарбай бұны тыңлап тұрғаш, мен енді көптен солай ойлайым. Біз икімізде бір ертінің қарауылшылары болғаш, бізге не қышқырышырға, не сәбәплі талашырға, қожаларға рахмет, ашажға шәрге бар, аш қалмайбыз. Білмейм не үшіндір, ата-аналарыбыз өзара достат отырмағанlar. Міне ақтырнақ дос, бер қолыңны. Біз екеу қияметқа қадар айырылмасқа дос болырға сөз берейік. Өзімізден сұңғыларға да өрнек болық дейді. Ақтырнақта Сарбайға қолын берді. Екеу бик дос болдылар. Бұл іштен бик қуаныштылар. Хәтта жеңілейіп қалдылар. Шатлықлары ішлеріне сыймағанға қоя барып бәрілерге білмей үрділер. Құшақлашып, бірсін-бірсі қуышып, секірішіп, ойнайып башладылар. Шуннан бірнеше минутта өтмеді. Гүнах шымылығына қаршы ашхана тәрезесінен бір сүйек ташладылар. Достар ikisi de мұны көріп жүгірішіп бардылар. Сүйекні бірсіне-бірсі бірерсілер келмеше, қар ikisi тішлерін жайтып талашырға, шайнашырға тұтындылар, қанға батып біттілер. Бұл халіне қожалары көріп достарының үшлеріне салқын су сипіп, күшке ikisini ikiye қойып жіберділер. Мандай достықлар білән дүния толғандыр. Қай вақыт екі достың сөйлешкенін тыңлап тұрсаң, бұларының жанлары бір екен деп ойларсың. Әйінді сүйек ташласаң, не қызғаныш, шушы етлер кебек болалар шул. Бір вақыт йылан Аллахы Тәғәләдән сандуғаш тауыш сұрады. Юқса ашыраған бірсі йылан көруге қорқып шитке секірә, бұрын шиерген ите, қай біреулер хәтта өтірмәкші де була. Мәскін йылан мұндай қорқыныш, бұл қадар халақатлы язмышына нешік шыдасын? Әгер де міне сандуғаш тауышы берілсе, олай болмас еді. Әр кімге де мүләйім тұйылыр еді, бар жиһанны сүйіндіріп тұрыр еді. Аллахы Тәғәләдә меңа дұғада болғанларының тілегін өтермін деген бейт. Йыланның да тілегін қабыл қылды. Қазірінде оның тілінен элеккеге ысылдаған, жылдаған тауышлар тәмам юғалып, алар орнына сандуғашның мың түрлі сайрау авазлары іштіләйді. Йыланыбыз да бик қуанды. Тезгіне бір ағаш башына өрмелеп, ең güzel, ең мақтаулы сандуғашлы авазлары білән сайрарға тұтынды. Бұл жырларыны тыңлап, рәхәтләнерге жиылған құшлар сайраушының кім екенін көргеш, яңғырдан себіліп қашқан көк кері ұштылар. Бұл қорлыққа кім гіне төзе алсын? Йыланның да ашудан зәһәрленуден қаннары қойнап, менің сайрауым шул дәрежеде емсізмін деп сұрады. Янәшәдәгенә ұшқан бір сиыршық йыланның сөзіне жауап беріп, «Ей, йылан дос, қазір сенің тауышың матур һәм ямлы әлбәттә. Сен сандуғаштан кем сайрамайсың. Әмма мен шуны гына әйтә алам. Тіліңдәге оғыңны күргәч, біздің йөрәкләребез titrәп китте. Сенің яныңда тұру бик қорқынычлы. Юқса сені хурлау яисә кимсетү өчен әйтмим. Біз сенің сайрауыңны тыңларға ризабыз, ләкин сен бізден ерақтарақ сайра дейді. Дуслар, біздің тұрмышта да шулай оқиды. Саф көңіллі яғымлы кішілерінің сөзлері йөрәккә май болып ятадыр. Әмма да ләкин йылан кебек зәһәр кішілер бик матур сайрарга өйрәнсәләр дә, аларның мәрхәмәтлелегенә һич ышаныш юктыр.